Жайылған шаштың маңында періште жүрмейді. Таяуда үйде бір затымды ұмытып, асығыс орта жолдан қайтып келсем, үйде ағам отыр. «Ой, не анау шашынды жайып алғансың?» деді. Таңырқай қарадым да шығып кеттім. Келесі жолы мені көріп шашынды жаймашы деді. Көбісі жүреді ғой дедім, не айтарымды білмей. Сосын ол мынандай әңгіме айтып берді. Баяғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің пайғамбар болатынын білмей тұрған кезде өзінің соңынан үнемі ақ елес сияқты нәрсе еріп жүреді екен. Ол одан қорқып, не екенін түсінбей қойыпты. Содан әйеліне келіп жағдайды айтқанда әйелі: «Сен сол тағы келсе мені шақыра ғой, сол кезде мен шашымды жайып жіберемін. Егер ол қашып кетсе, періште, қашпаса шайтан» депті. Содан ертесіне дәл солай істеген кезде әлгі ақ елес қашып кетіпті. Шашты көрсетпей орамалды тағып жүру керек деп аяқтады. Маған ағамның бұл әңгімесі кәдімгідей ой салып қойды. Өзімнен өзім тітіркендім. Жасыратыны жоқ, шашты жібере салып жүре беру соңғы жылы әдетке айналған. Бұрын үнемі өріліп жүретін, қазір тіптен оны ұмытыппын. Енді үнемі болмаса да жиі шашымды жинап жүруге тырысамын, үйренгенше. Расында бұл шашын жіберіп қойса, шайтан құсамай албасты деген жағымсыз теңеулерді айтатынбыз. Шашты жайып жүрмеңіздер. Орамал жараспайтын қыз бар ма? Әрине жоқ. Алхамдулиллах.